Fly Arыстан 12 жасар баланы әуежайда қалдырып кеткен. Әлеуметтік желіде қазақстандық әйел Fly Arыстан ірі қазақстандық әуе компаниясының үстінен шағымданды. Ол әйелдің қыздары транзитпен Астана арқылы Оралға ұшқан. Әуе компаниясы қыздардың біреуін ғана тіркеп, ұшақтың жолаушылар орны аз, әрі кішірек ұшаққа ауыстырылды деп түсіндіреді. Істі қарау нәтижесінде 12 жасар қызды келесі күні ешбір жетекші адамсыз, жалғыз өзін басқа рейспен үйіне жөнелткен. Fly Arыстан әуе компаниясы Зере мен оның анасынан ресми түрде кешірім сұрады. Сондай-ақ Білім министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитеті 12 жасар қыздың анасымен байланысып, Fly Arыстан авиакомпаниясына және көлік министрлігінің азаматтық авиация комитетіне ресми хат жіберіп, осы оқиғаға қатысты бір шара қолдануды талап етті. Қазақстанда мектептерде хиджаб киюге тыйым салу ұсынылды. Депутат Ермұрат Бапи бастаған тақырып ePetition.kz сайтында петицияға ұласты. Дінтанушы Әл-Фараби Болатжан білім туралы заңға Қазақстандағы мектептерде діни киім киюге тыйым салатын өзгерістер енгізу қажет деп есептейді. Дінтанушы өз петициясында заңнамалық деңгейде мектептерде діни киімдерді киюге тыйым салған Франция тәжірибесіне сілтеме жасады. Украина Сахел аймағындағы террористік топтарға қолдау көрсетеме. Мали мен Нигер үкіметтері Біріккен ұлттар ұйымынан тергеу жүргізуді сұрады. Мали мен Нигер үкіметтері Біріккен ұлттар ұйымынан Украинаның аймақтағы террористік топтарға қолдау көрсету мүмкіндіктерін тексеріп, тергеу жүргізуді сұрады. Екі ел де Украинаның террористерге көрсеткен көмегі бұл аймақтағы қауіпсіздік мәселелерін ушықтырып, бейбіт бастамаларына кедергі келтіреді деп мәлімдейді. Екі ел арасындағы бұл бастама барша халықтың назарын аударуға және Африкадағы тропикалық саванна аймағы Сахелде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауға бағытталған. Әлемде екінші адамға Neuralink чипі енгізілді. Енгізу процедурасының сәтті болғанын және қазір науқастың миында 400 электрод жұмыс істейтінін Илон Маск өзі атап өтті. Әзірге ол жайында бірдеңе деу ерте, бірақ екінші имплантпен бәрі жақсы болған сияқты. Сигналдар көп, электродтар да жетерлік. Ол өте жақсы жұмыс істейді, деді Маск. Маск чип иесінің аты жөнін жарияламады, бірақ екінші науқас сүңгуір апаты салдарынан омыртқасы зақымданғанын, содан кейін ол сал болып қалғанын айтты. Астанада контейнерлік пойыздың келу салтанаты өтті. Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Сиян-Ташкент бағытында Қытай, Қазақстан-Өзбекстан бағытындағы контейнерлік пойыздың ресми келу рәсіміне қатысты. Қазақстан Республикасының көлік министрі Марат Қарабаев екі елдің көлік транзиттік мүмкіндіктерін кеңейту үшін бірлескен жұмыс жүргізіп жатқанын атап өтті. Тауарларды жедел жеткізу Хиуа қаласында бұрын қол қойған келісімдердің арқасында мүмкін болды. Астанада 9 тамыз күні Орталық Азия мен Әзірбайжан мемлекет басшыларының 6-шы консультативті кездесуі өтті. Саммитте Орталық Азия 2040 өңірлік ынтымақтастықты дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Бұл тұжырымдамалық құжат 5 жақты өзара іс-қимылды кеңейту және Орталық Азияның халықаралық субъективтілігін нығайту мақсатында әзірленді. Иран мен Беларусь ақш доктринасына қарсы ынтымақтасты. Иран мен Беларусь ақштың біржақты әрекеттерін қолдайтын доктринаны унилатерализмге қарсы күресте қорғаныс саласындағы ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтті. Иран армиясының бас қолбасшысы Абдулрахим Мусави Беларусь әскери әуе күштерінің қолбасшысы Андрей Лукьяновичпен Тегеранда өткен кездесуде екі ел де ақш пен батыстың қатыгез санкцияларына ұшырады, бірақ олар тәуелсіз деп баса айтты. Екі ел екі жақты ынтымақтастықты, әсіресе қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге дайын екендіктерін білдірді.